Сәлеметсіздер ме? Мен Арал қаласындағы Жарасқан Әбдірашев атындағы нөмір 62-ші мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Құрманаева Сәуле Серікқызы. Бүгінгі сіздерге ұсынатын сабағым 6-шы сыныптағы су тіршілік көзі Қазақстандағы өзен-көлдер морфология бөлімі бойынша сабағымыздың тақырыбы бұлақ көрсең көзін аш. Оқу мақсаты ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру. Жазылым дағдысы бойынша ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін түрінде құрастыру. Оқу мақсатынан шығатын сабақ мақсатымыз берілген мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын біледі, тілдік ерекшелігін салыстыра алады, ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін түрінде құрастырады. Бізге беріліп отырған 116-шы беттегі 5-ші тапсырмаға көңіл аударамыз. Бізге берілген екі мәтін. Бірінші мәтін таза бұлақ, екінші мәтін бұлақ. Осы екі мәтін бойынша жұмыс жасауымыз қажет. Әуелі оқып аламыз. Таза бұлақ. Үш жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан, айналасы қалың біткен ағаш жапырақтары бұлақтың үстіне төгіліп, суы мұздай, салқын шыныдай жылтылдап тұрған сонша әдемі таза бұлақ екен. Су шыққан жеріне бір қазандай тасты біреу ойып, қорғаныш қылып, тастың су ағар жеріне жазу жазыпты. Ей жолаушы, болсаң осы бұлақтай бол деп. Манағы үш жолаушы бұлақтан ішіп қанған соң жазуды оқып, біреуі саудагер екен, ол айтты. Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күн-түн тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Бұған бөтен бұлақтар құйып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұрат сол, сен де адам тынбай қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқтап қалма. Сөйтсең, ақырында сен де зорайып мұратыңа жетесің деген ме деп білемін деді. Жігіт айтты, менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп шалам түсіп, лай қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрған үшін ынтық болады. Олай болса, жазылым мағынасы көңіліңді, өз бойыңды осы бұлақтай таза сақта дегені ме деймін, деді. Екінші мәтін бұлақ. Бұлақ бастау жер бетіне шығып жатқан табиғи жер асты су көзі. Бұлақтар әртүрлі белгілері бойынша тұма, қайнар, термалды бұлақ, жалғасты бұлақ және тағы басқа бірнеше топқа бөлінеді. Суы тұщы, әсіресе мол өнімді бұлақтар елді мекендерді ауыз сумен, шаруа қожалықтарын керекті сумен қамтамасыз етуге, жер суаруға кеңінен пайдаланылады. Бұлақтың арынсыз және арынды түрлері бар. Арынсыз бұлақ ылғалды жылдарда, көктемде, қар ерігеннен кейінгі және жауынды шашынды кезеңдерде жер бетіне таяу жатқан су деңгейінің көтерілуінен пайда болады. Оны әдетте тұма деп атайды. Арынды су көзі артезиан арынды суынан бастау алып, тау тастардың терең жарықтарынан шығады. Оны қайнар деп атайды. Мұндай су көзінің өнімі температурасы минералдық тұмаға қарағанда тұрақты келеді. Енді тапсырмаға көшеміз. Осы екі мәтін бойынша мәтіннің тақырыбын білуіміз керек, мазмұнын білуіміз керек, түрін ажыратуымыз керек, тілдік ерекшелігін салыстыруымыз қажет. Олай болатын болса, балалар, негізгі бір таза бұлақ бірінші мәтін, екінші мәтін бұлақ мәтіндерінің негізгі тақырыбы, осы мәтіндердің айтар ойы, бірінші мәтін бойынша жақсы сөз жанның тынысы. Яғни бұлақ басында тұрған, ей жолаушы, болсаң осы бұлақтай бол деген бір жақсы сөздің жанында қаншама адамның өзіндік пікірін көре білдік. Ал екінші мәтіннің тақырыбы табиғи жер асты су көзі. Екі мәтіннің түрі, бірінші мәтін әңгімелеу мәтіні, екінші мәтін сипаттау мәтіні. Тілдік ерекшеліктерін салыстыратын болсақ, бірінші лексикалық ерекшеліктеріне қарайтын болсақ, синонимдер мұздай, салқын, әдемі, таза. Антонимдер күні-түні, таза, қоғым.
Ал сипаттау мәтінінде термин сөздерді байқадық. Бұлақ, арынды бұлақ, арынсыз бұлақ, тұма, қайнар, артезиан. Морфологиялық ерекшеліктеріне қарайтын болсақ, деректі зат есімдерде, дерексіз зат есімдерде, сан есімдерде, сын есімдер, есімдіктер, етістіктердің барлығы бар осы мәтіннің ішінде. Ал екінші мәтінде де зат есімдер, сан есімдер, сын есімдер, есімдіктер, етістіктер бар екен. Синтаксистік ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, яғни сөйлемдер, толық сөйлемдер, жай сөйлемдер, оқшау сөздер кездеседі. Ал екінші мәтінде де сөз тіркесі, сөйлем және жай сөйлем кездеседі екен. Ары қарай енді жеке жұмыс. Жеке жұмысымыз екінші мәтін бойынша, яғни бұл мәтінде не жасауымыз керек? Ұсынылған тақырып бойынша өзіміздің ақпараттарымыз білетін және деректерді жинақтай отырып, графиктік мәтін құрастырамыз. Енді графиктік мәтінде отырғанымыз не? Графиктік мәтін, яғни ақпарат, кесте, диаграмма, сызба, сауалнама түрінде берілетін мәтін түрі екен. Ал тұтас мәтін жаңағы бізге кездескен бірінші, екінші тазалар және бұлақ мәтіндерін біз тұтас мәтін дейміз. Өйткені оларда сабақтасқан сөйлемдерден құралған мәтіннің түрі екен. Енді графиктік мәтіннің үлгілерін көрсететін боламын. Яғни бұлақ қандай бұлақ? Арынды бұлақ, арынсыз бұлақ. Арынды бұлақтар ылғалды жылдарда, қар көп болған жылдарда, ал екінші көктемде қар ерігеннен кейін кезеңдерде болады екен, пайда болады екен, және жауынды шашынды кезеңдерде болады екен. Ал арынсыз бұлақ тау тастардың жарықтарына шығады. Бұл сызба мәтіні, сызба түрі графиктік мәтіннің. Ал мұны кесте түрінде беруге де болады. Не бұлақ белгілері қандай? Жер бетіне шығып жатқан табиғи жер асты су көзі. Қолданылуы қайда қолданамыз? Елді мекендерді ауыз сумен, шаруа қожалықтарын керекті сумен қамтамасыз етуге, жер суаруға қолданамыз. Түрлеріне тоқталатын болсақ, термалды бұлақ, жалғасты бұлақ, арынды бұлақ, арынсыз бұлақ. Тағы да қосымша бұлақты қалай деп атауға болады? Бастау, қайнар, тұма, қасиетті, тұщы және минералды. Енді осы 117-ші беттегі 9-шы тапсырманы дәл осындай орындауға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.